Баршаңызға сәлем. Адан яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қонақтарыңызды таңғалдыратын, өте дәмді, өте әдемі шығатын ыстық тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл ыстық тағамның атауын мантыға ұқсас болғандықтан мантоваркасыз пісетін манты немесе қамырдағы тефтели деп айтсақ та болады. Достар, бірақ видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын сіздерге бір өтінішім болып тұр. Жақында ашылған каналымды қолдап, қазақ тіліндегі арналардың дамуына көмектесіп жіберулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Алдын ала рахмет. Сонымен қатар бүгін қамырды ерекше бір кувшин тәрізді осындай әдемі түюдің жолын көрсететін боламын. Толықтай рецепт видеоның астында жазылған, ал ендеше дайындау барысына көшейік. Ең алдымен қамырымызды илеуден бастаймыз. Ол үшін 150 мл қанжылым суға 1 жұмыртқа және 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Әбден жақсылап біркелкі араластырып болғаннан кейін 400 грамм ұнды елегіштен өткізіп, немесе алдын ала елегіштен өткізілген ұнымызды қосып, қамырымызды илей бастаймыз. Ең алдымен ұнымыз әбден жақсылап бір-біріне біріккенше осындай резина жұмсақ қасықтың көмегімен біріктіріп алсақ та болады. Онан кейін қолымызбен кәдімгідей қамырды илей бастаймыз, бір-біріне жақсылап біріктіріп, қайра-қайра илеп, иіні қанғанша жақсылап осылай басып тұрып илеп шығамыз. Қамырды тағы бір қайтара илеп, жақсылап тынуы үшін табаққа салып, бетін целлофанмен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Әрмен қарай қамырымыз тынғанша, енді фаршты дайындауға көшеміз. Ол үшін алдын ала ет тартқыштан өткізілген фаршқа майдалап туралған пиязды қосамыз және шала піскен 1 кесе күрішті қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш пен тұз қосып, осының барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырдық. Сонымен фаршымыз дайын болды. Енді подливымызды дайындауға көшеміз. Ол үшін пиязымызды кәдімгідей тамақ пісіргенде турайтындай ұсақтап турап аламыз. Туралған пиязды бөлек ыдысқа салып алып қоя тұрамыз. Енді сәбізімізді турап дайындап қоямыз. Егер үйде осындай арнайы пышақ болатын болса, көкөністерді кесуге арналған осындай пышақтың көмегімен мінекей сәбізді әдемі қылып кесіп шығуға болады. Ал енді мұндай пышақ үйде болмай қалған жағдайда ешқандай көңілді түсірудің қажеті жоқ. Кәдімгі үй жағдайында өзіміздің күнделікті пышағымызбен де әдемілеп турап біркелкі етіп турап шығуға болады. Дәл солай картопты да мінекей турап шығамыз. Көкөністерді иректеп турауға арналған арнайы пышақ кез келген ыдыс-аяқ сататын базарда сатылады. Бағасы да қолжетімді. Ал енді бір полугорки перецті алып, бөліп, мінекей 3 бұрыштап турап, бір табаққа салып, орнында қойып қоямыз. Енді табамызды газға қойып, үстіне азғантай ғана май құйып, қызғаннан кейін майдалап туралған пиязымызды салып, қуыра бастаймыз. Пиязымыз қызара бастаған кезде алдын ала дайындап қойған сәбізімізді қосып қуырамыз. Енді үстіне картопымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне қызыл бұрышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Тұз, қара бұрыш және де өздеріңіз қалайтын, ұнататын дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Осы қуырып тұрған уақытта 1-2 қасық өздеріңіздің қалауларыңызға қарай томат қосып жіберсеңіздер де болады. Томат қосып қуырсаңыздар да болады, яғни. Ал біз өзіміз отбасымыз томатты ұнатпайтын болғандықтан мен томаттың орнына паприка қосып жібердім. Не болмаса 4-5 дана
помидор қосып жіберіп қуырсаңыздар да болады. Енді қайнаған суды көз мөлшерде құйып, өте баяу бәсеңдетілген отта қойып қоямыз. Енді әрмен қарай қамырымызды жаюға кірісеміз. Мінекей қамырымызда жақсылап тынған. Енді елегіштен ұн өткізіп, қамырды жаюға кірісеміз. Қамырымыз жақсылап жайылу үшін арасына ұн сеуіп, осылай бір қайра басып аламыз. Енді оқтаудың көмегімен жаймамызды жая бастаймыз. Қатты қалың болып кетпеуі керек, және қатты жұқа болып кетпеуі керек. Мінекей жаймамыз да дайын болды. Қазір біз манты кесуге арналған арнайы дөңгелектің көмегімен жаймамызды кесіп шығамыз. Қамырды дәл осындай формалардың көмегімен кесу міндетті түрде емес, яғни үй жағдайында кәдімгі кесе, стакан, бокалдың көмегімен кесіп шықсақ та болады. Енді кесілген дөңгелектерімізді жинап аламыз. Ал енді қазір мантываркасыз пісетін мантымызды немесе қамырдағы тефтелейімізді түюге көшеміз. Ол үшін мінекей бір ас қасық фарштан немесе көз мөлшерде де фаршты салып шықсаңыздар болады. Қазір енді мұқият қарап отырыңыздар. Осындай бір өте әдемі, ерекше, сондай бір кувшин тәрізді, құмыра тәріздес пішінде түюдің жаңа жолын көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте әдемі шығады. Қазір енді жаймен көрсететін боламын. Мұқият қарап тұрыңыздар. 1, 2, 1, 2 іліп отырамыз. Мінекей 1, 2, 1, 2 осылай айналдыра жабыстырып отырамыз. Ал енді тағы да қайталаймыз. Қараңыздар, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей қараңыздар. Өте әдемі шығады. Қараңыздаршы. Ал енді түюді жақыннан көрсетіп шығайын. Қараңыздар, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Мінекей дайын болды. Немесе өз қалауларыңызға қарай түйіп шықсаңыздар да болады. Басында сәл қиындау, түсініксіздеу болса, ештеңе етпейді. Барлығы тәжірибемен келетін нәрсе. 1-2 рет қол жаттыққаннан кейін міндетті түрде өте әдемі түюді үйреніп аласыздар. Ал енді бәрін түйіп болғаннан кейін қайнап жатырған подливімізге бір-бірден осылай салып шығамыз. Ал енді бәрін салып болғаннан кейін қақпағын жауып, өте баяу бәсеңдетілген отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей ыстық тағамымыз дайын болды. Дәмді иісі енді мұрынды жарып тұр. Ал енді өздеріңізге ұнайтын бір тарелканы алып, қазір ыстық тағамымызды түсіріп, безендіре бастаймыз. Мінекей мантымызды бір дөңгелете түсіріп алдық. Енді ортасына подливімізді құямыз.
Енді екінші қатарын түсіріп шығамыз, үстіне тағы да подлив құйып шығамыз. Ал енді дайын болған ыстық тағамызды одан әрмен әдемілеп безендіру үшін өздеріңіз қалаған аскөкті алып, майдалап турап үстіне сеуіп шықсаңыздар болады. Бүгінгі пісірген ыстық тағамымыздың подачасы сондай әдемі, дәмі де сондай өте дәмді, жасалу жолы оп-оңай, мантоваркасыз пісетін манты немесе қамырдағы тефтели деп қалай айтсақ та өте дәмді шығатын сондай ыстық тағам. Жасалу жолы оп-оңай, жылдам әрі тез дайындалатын бұл тағамды жасап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Достар, видео ұнаса, жақында ашылған каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Алдын ала рахмет. Егер дайындау барысында сұрақтар туындаса, онда пікірге қалдыра кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Достар, видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Арнамдағы ерекше рецепттерге толы видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кездескенше сау саламат болыңыздар.